Тада! Қатты. Бұл жерде екі жарық бар, және де 100 джоульдық, яғни әлде қайда мықтырақ. Яғни бұл жаңбырдың шатыры емес, бұл арнайы фото мен видеоның қол шатыры. Профессионалдық тұрғыда жарықтар. Godox AD100 Pro. Сіздер үшін, яғни сіздердің суреттеріңіз өте сапалы да жоғары деңгейде сақталып қалу үшін. Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге мен фотограф Тимакс. Фотограф өсу үшін, өркендеу үшін әрдайым жаңарып тұру керек, яғни апгрейд жасап тұру керек. Өзіне де техникасына да. Алдыңызда көріп тұрғандай, бұл Godox компаниясының жарықтары. Енді әрине бұл компания маған ешқандай жарнама үшін ақша төлемейді, бірақ өзім осы компанияның заттарына өте ғашық болып қалдым. Керемет, өте сапасыз да бәрі жақсы. Ал осы Godox компаниясының жарықтарына шолу жасайық, қорабына шайық. Тада! Бұл сөмкенің биіктігі бір 40 сантиметрдей. 40, 20, бұлай 30 барау. Яғни бұған 15-ші дюймдағы ноутбуктың сияды көлемі, яғни. Бұл жаңбыр тимейді, су тимейді, яғни, және де мінекі мынандай қатты. Ал ішіне енді шолу жасайтын боламыз. Яғни бұл кит дейді, яғни комплект. Бұл жерде екі жарық бар, және де қол шатырлары бар. Қазір соған шолу жасаймыз жақынырақ. Комплектте не бар? Бағанағыдай үлкен сөмкесі кіреді, және де екі қол шатыры кіреді, қазір көрсетемін. Енді ең бастысы мінекі екі жарығы Godox-тың 100 джоульдық, яғни басқа фотоаппараттың қойылатын вспышкаға қараған кезде әлде қайда мықтырақ. Екі аккумулятор бар, және де мынандай астына қойып, яғни былай жарықтың өзін былай қатыратын өзін бұрандалар бар былай айтқан кезде. Неге шолу жасайық? Қол шатырға. Екі қол шатыры бар комплектіде. Мінекей. Оны бір 3-4 күндей зерттедім, ойландым, қарадым. Сөйтіп ақырында аламын деп шештім. Мінекей, енді алдым. Мінекей, яғни мынандай өзінің аппақ қол шатыры бар. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай. Яғни, мына жағынан жарықты қоямыз. Ішінен серебристый, яғни күміс жарық отражатель бар айтқан кезде. Серебряный отражатель. Екінші қол шатыр. Бұл іші күміс болу керек. Мінекей мынандай. Өзі өте қысқа, мінекей. Сумканың ішіне сиып кетеді екен. Мінекей күміс отражатель. Жарық қайтарушы. Ал мына жағынан яғни жарықты жұмсақ береді. Мынау керісіншелеу. Мінекей, бұның керісінше мына жағы қап-қарада, бірақ ішкі жағынан күміс отражатель, мына жағынан аппақ жарықты жұмсартады. Яғни осындай керемет екі шатыр бар. Яғни бұл жаңбырдың шатыры емес, бұл арнайы фото мен видеоның қол шатыры. Неге бұны осылай комплектімен алдым? Өйткені арзанға шықты, тиімді, яғни. Бұл әрқайсысын алатын болсам, бағасы әлдеқайда қымбат болып кетеді. Ал мінекей осындай шолу қабыл алыңыздар. Өте кеңес беремін Godox компаниясының жарықтарына, және де профессионалдық тұрғыда жарықтар. Godox AD100 Pro. Ал достар, бұл дүниенің барлығы тек
сіздер үшін, яғни сіздердің суреттеріңіз өте сапалы да жоғары деңгейде сақталып қалу үшін. Достар, лайк пен және комментарийді ұмытпаймыз. Құдай қаласа, сіздің түсіріліміңізде кездескенше.